Сәлем, каналға қош келдіңіздер. Гендерлік интрига жанрындағы топ 10 дорамалар тізімімен таныс болыңыздар. 10-шы махаббат тамшылары дорамасы. Басты рөлдерді Юн До Джун мен Ким Сил Ги сомдайды. Данби математикадан болатын емтиханға қатысатын мектеп оқушысы. Ол жолда қатты жаңбырдың астында қалып, бұрынғы заманға, яғни Чосон дәуіріне өтіп кетеді. Данбиді олар математиканы зерттейтін ұл бала деп ойлайды. Ол математиканы үйренгісі келетін Идо патшаны кездестіріп, оған ғашық болады. 9-шы менің жігітім дорамасы. Басты рөлдерді Ким Со Хён мен Ким Сонун сомдайды. Грим танымал әнші болуды армандайтын өнер мектебінің үздік оқушысы. Оның бөлмедегі жаңа көршісі ерекше сұлу қыз Айрин, қыздар тобының стажері, әрі мектепке танымал. Бірақ та ол ұл бала, әрі есімі Хину. Көршісімен жақын құрбы болғысы келетін Грим оның құпиясын әлі білмейді. 8-ші K-pop ең мықтысы аман қалады дорамасы. Басты рөлдерді Пак Юхван мен Го Эна сомдайды. Кан Ухен Емекі тобының көшбасшысы, әрі сырт көзге мейірімділігімен танымал. Бірақ шынында ол өзін ғана ойлайтын дөрекі жігіт. Ал Джи Сыньян талантты пианинода ойнайтын қыз. Емекі жігіттер тобына қосылу үшін ол ұл болып киінуіне тура келеді. 7-ші ғашықтар дорамасы. Басты рөлдерді Роун мен Пак Ын Бин сомдайды. Лихви егіз бауырының орнына ұл болып киініп, мұрагер ханзадаға айналған сүйкімді қыз. Осы құпиясын жасыру үшін ол жанына ешкімді жолатпайды. Ал Чон Жиө сымбатты, бірбеткей, өмірге оптимистік көзқараспен қарайтын Лихвидің ұстазы. 6-шы Сондок патшайым дорамасы. Басты рөлдерді Ли Ебон, Он Тхеун және Го Хен Чон сомдайды. Сила елінің тағына отыруды қалайтын Мисил жаңа патшаның билігіне араласады. Патша егіз қызды болған соң бір қызын басқа елге жіберуге мәжбүр болады. Басқа елде өскен тоқмақ Хунсайым өз еліне оралады. Бірақ та ол еліне қыз емес, ұл болып оралып, жауынгерлер қатарына қосылады. 5-ші барлық әдемілік сен үшін дорамасы. Басты рөлдерді Чо Мин Хо, Соли және Ли Хену сомдайды. Америкада тұратын Джехи теледидардан спортшы Кан Дэ Джунның секіргенін көріп, оған бір көргеннен ғашық болады. Джехи спортшымен жолығу үшін ата-анасын көндіріп елге оралады. Алайда Тежумен жолығу үшін ол ұл болып киінуі керек. Себебі ол тек ұлдар оқитын мектепте оқиды. 4-ші Нокду жайлы ертегі дорамасы. Басты рөлдерді Чан Доньон мен Ким Со Хён сомдайды. Чон Нокду кедей отбасынан шыққан жігіт. Оның отбасына кісі өлтірушілер шабуыл жасайды. Олардың соңынан қуған Нокду біреуінің тек әйелдер тұратын ер адамдарға кіруге болмайтын ауылға кіріп кеткенін көреді. Қыз болып киінген ол ауылға кіріп, кесен болуға дайындалып жүрген Донжуды кездестіреді. 3-ші бірінші кафе ханзада дорамасы. Басты рөлдерді Гоню мен Игун Хе сомдайды. Гон Чхан кішкентайынан жігітке ұқсайтын қыз. Ол өзінің отбасын асырау үшін ханзада кафесіне жұмысқа тұрғысы келеді. Алайда бұл жерге тек ұлдарды ғана жұмысқа алатындықтан өзінің қыз екенін жасырады. Ол кафе иесі әрі өмірге жеңіл қарайтын Ханкелді кездестіреді. 2-ші Сингуандағы жанжал дорамасы. Басты рөлдерді Пак Ючон мен Пак Миньон сомдайды. Ким Юн Хи кедей отбасынан шыққан ақылды қыз. Әкесінен айырылған ол отбасын асырау үшін жігіт болып киініп, әртүрлі жұмыс істейді. Ол әділ әрі білімді Ли Сон Джунды кездестіріп, соның ықпалымен Сингуан университетіне оқуға келеді. Оның құпиясын әзірше ешкім білмейді. 1-ші Сен әдемісің дорамасы. Басты рөлдерді Джан Гын Сок пен Пак Шин Хе сомдайды. Комине дін қызметкері болуды кішкентайынан армандаған қыз. Алайда егіз ағасына шұғыл көмек керек екенін біліп, қалаға аттанады. Ағасы болып тұр жасаған Миньо Энджел тобымен келісімшартқа отырады. Енді ол бір ай мерзімінде топ құрамында болу керек. Оның қыз екенін топ мүшелері әзірге білмейді. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.